Бәріне сәлем оқушылар. Бүгін сіздермен English Plus кітаптың 35-ші шопинг тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Сонымен бастаймыз. Біріншісінде былай айтады. Match the 1 to 6 with AF. Listen and check, яғни бірінші тапсырманы толықтыр және де тексер дейді. Оқушылар каналға бірден тіркеліп комментарийге рахмет деп жазып кетіңдер. Сонымен бірде былай айтады. 25 pence бізде әрине ол тимен сәйкес келеді. Екіде 2.50 ол бізде әрине имен сәйкес келеді. Міне 2.50. Ары қарай кеттік. Үшіміз бізде емес 50 pence пен сәйкес келеді. Төртіміз бізде F пен 1 pound пен сәйкес келеді. Бес бізде B мен сәйкес келеді. 10 pounds пен сәйкес келеді. Алты бізде әрине D мен 9 pounds 60 мен сәйкес келеді. Апайларын осы тақырыпты сендерге тағы да бір рет түсіндіреді. Сонымен ары қарай кеттік. Екінші тапсырмада listen and write the prices or you hear listen and repeat дейді. Яғни сен тыңдаған бағаларды тыңда да жаз дейді. Оны мен мына жерге жазып қойдым. Қазір көрсетейін. Мына жер ашылып кетті. Мінекей. Мына екінші тапсырмада мынаны жазып алыңдар. 32 pence, 75 pence, 3 pounds 20, 8 pounds, 15 pounds, 7 pounds 50 болады. Арға ішке келдік, іште саған былай айтады. Listen a conversation, where is Jared? Яғни диалогты тыңда және де Джереттің қай жақта екенін тап дейді. Мен мына жерге жазып қойдым. Джерет in a souvenir shop, яғни Джерет бізде сувенир дүкенінде дедім. Ары қарай төртінші тапсырмаға келдік. Төртінші тапсырмада саған былай айтады. Study the key phrases, then listen the conversation again, choose the correct word, answer дейді. Яғни мына key phrases деді. Тыңда дейді және де дұрыс жауабын таңда дейді. Мен бұныкі де жазып қойдым. Мінекей төртінші тапсырмада мына 4 and 4.60 болады, 60 pounds болады. Мына жауабын берейін саған, қазір дұрыстап қойып. Мінекей жауабы осы. Ары қарай 5-ке келдік. Listen and repeat the dialogue. Listen and repeat the dialogue. Жай ғана мына диалогты оқып қайтадан айтуымыз қажет. Мен саған аударып берейін. Angie, have you got any t-shirts? Сенде бірнеше футболкалар бар ма дейді. Шоп ассистент айтады. Yes, they are here. Я, яғни мынау сатушы айтады. Я, бар дейді консультант қой. Angie, I'd like a red t-shirt, please. Маған қажет қызыл футболка өтініш дейді. Консультант айтады. Here you are. Мына жерде. Angie айтады. How much is that? Бұл қанша тұрады? Консультант. That's 22 pounds. Бұл бенде 22 pounds тұрады дейді. Яғни 22 pound дейді. Ары қарай Angie, thank you деген диалогпен аяқтайды. Ары қарай кеттік. Неге келдік? Енді 6-шы тапсырмаға келдік. 6-шы тапсырмада бізге не дейді екен? 6-шы тапсырмада саған айтады. Мына 5-ші тапсырмадағы көкпен жазылған сөйлемдерді өзгертіп, өзіңше диалог құр дейді. Міне мен саған диалог құрып бердім. Have you got any bags? Сендерде бірнеше сөмке бар ма? Yes, right, I hear. Я бар. I'd like a big bag, please. Маған өте үлкен сөмке керек. Өтініш. Here you are. Мына жерде. How much is that? Ол қанша тұрады? That's 5,000 теңге. Ол 5,000 теңге тұрады. Thank you. Деген секілді. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кет. Келесіде 36-шы бетті талқылайтын боламыз. Goodbye.